Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қызылша салаттың видеосымен бөлісетін боламын. Витаминге толы және дастарханыңыздың көркін ашады. 2 пішкен қызылшаны осылай 4 бұрышты майдалап турап аламыз. 2 қызыл алма, 1 алма қоссаңыздар да болады. Жүгері тәтті, мейіз, қара мейіз, азғанадан қосамыз. Жаңғақ және менде 1 анардың дәні және өзім асқабақтың қуырылған дәнін ұнататындықтан қостым. Оны қоспасаңыздар да болады. Осы күйінше жақсылап араластырып алдым. Жақсылап араласу үшін еш нәрсе қоспай осылай қойсаңыздар, осылай жесеңіздер де болады. Немесе майонез қосып жеуге де болады. Майонез ұнатпасаңыздар, қаймақ қосуға да болады. Мен 180 грамм қаймақ қостым. Қаймақ қосқан салат тез қаймақ қышқылданып кеткендіктен тез қышқыл болып қалады, ал майонез қосылса ұзағырақ тұрады. Міне дастарханның үстінде қып-қызыл болып, әр дәннен аз ғана алып қалдым, бетіне сән үшін. Осылай бетіне сеу-сеуіп қойсаңыздар, дастарханыңызда жайнап тұрады. 2 қызылша, 2 алма, аз ғана дәндерден осындай мол салат шығады. 4, 5, 6 тарелка шығуы мүмкін. Жасап көріңіздер. Өте витаминге толы, пайдалы, өзі көркі де әдемі. Жасап ұнап жатса, комментарийде бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.